Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Айсұлу. Бұл видеода мен сіздерге 25 мамырға немесе 1 қыркүйекке ұстаздарға немесе оқушыларға, түлектерге арналған шоколадный набордың жасалу техникасын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Ал енді бастайық. Ол үшін бізге осындай силиконовый форма қажет, яғни шоколадты құюға болатын пищевой жұмсақ силиконнан жасалынған форманы алатын боламыз. Осы формамызды жақсылап жұмысқа дайындаймыз, жуып, кептіріп, біздің жұмысымызды бастаймыз. Шоколадты темперировать етіп аламыз. Маған екі түсті шоколад қажет, ақ және молочный. Ең бірінші мен ақ шоколадты осы форманың ойықтарына құйып шығатын боламын. Қазір жұмыс барысында көрсетемін. Темперированный ақ шоколадты осындай кондитерский мешокқа құйып, ұшын өзіме ыңғайлы размерде мөлшерде құйып аламын да, осындай қылдырып, яғни форманың ойықтарына құйып шығамын. Сіздер егерде олай екі түсті шоколадпен құйғыларыңыз келмесе, барлығын бір түсті шоколадпен құйсаңыздар болады. Маған осындай екі түсті шоколадпен құйғанда набордың эффектісі ұнайды, яғни ерекше болып, реалистичный образ береді. Сондықтан да мен осылай ойықтарын ақ шоколадпен құйып шығамын. Ақ шоколадтың орнына басқа да түсті шоколадты қолдансаңыздар болады. Барлық ойықтарды осылай ақ шоколадпен құйғаннан кейін формамызды шоколадын қатыруға жібереміз. Мінекей біздің ақ шоколадымыз қатты, енді осының үстінен темперированный молочный шоколадты құятын боламын. Сіздер молочный шоколадтың орнына басқа да түсті шоколадты қолдансаңыздар болады. Темперированный шоколадты кондитерский мешокқа құйып алып, ұшын өзіме керекті размерде құйып аламын да, равномерно, яғни бір қалыпты етіп, осылай формаға құйып шығамын. Шоколадымызды құйып шыққаннан кейін кішкене осылайдан столға немесе қолымызда осы қозғап шоколадты бір қалыпты етіп жаямыз да, үстінен арахис немесе сублимированный ягоды қосатын боламыз. Бұл әр адамның өзінің вкусына қарата, егерде сізге ұнайтын болса, осындай наполненияларына қоссаңыз болады, қоспасаңыз да болады. Наполнениялардың түрлері өте көп, өзіңіздің дәм үйлесімділігіне қарай қоссаңыздар болады. Наполненияларды қосқаннан кейін формамызды, яғни шоколадтарды қатыруға жібереміз. Міне біздің шоколадтарымыз дайын болды. Әбден қатқанын күтеміз. Сосын кейін осылай қолымызға перчатка киіп, ажыратамыз молттан. Яғни силиконовый молттың бір шетін осылай астыға қарай түсіріп, шоколадымызды алып шығамыз. Дұрыс темперирование жасалған шоколад өте ыңғайлы және де тез формадан ажыратылатын болады. Осымен біздің конфеттеріміз дайын болды. Осындай ерекше, әдемі, көзге тартымды болып көрінетін кішкентай шоколадный конфеттеріміз дайын болды. Енді осы конфеттерді набор етіп жинаудың әдісін көрсетемін. Ол үшін мен осындай 6 конфетке арналған коробканы алдым. Осы коробкаға қазір дайын шоколадный конфеттерімізді орналастыратын боламын. Дайын конфеттерді осындай бумажный капсулаларға саламын. Әрқайсысын жеке-жеке осындай капсулаларға салып шығамын. Мінеки біздің шоколадный наборымыз дайын болды. Бұл шоколадный наборды сіз түлектерге, ұстаздарға сыйласаңыз болады. Өте ерекше, әрі дәмі де тәтті, ешқай дүкенде сатылмайтын, қолдан жасалған таза бельгиялық шоколад. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде видео ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Барынша жауап беруге тырысамын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алдағы уақытта әртүрлі мерекелерге арналған шоколадный наборлардың жасалу жолдарын көрсететін боламын.